Келесі практикалық дағдымыз бұл өкпе аускультациясы. Өкпе аускультациясын жүргізу үшін бізге фонендоскоп қажет болады. Өкпе аускультациясын жүргізген кезде осы фонендоскоп арқылы жаңағы өкпені салыстырмалы перкуссия жүргізілген нүктелерге фонендоскопты қою арқылы біз өкпені тыңдап шығамыз. Салыстырмалы түрде жүргізіледі. Алдыңғы қолтық асты сызығы бойынша 7-ге шейін салыстырамыз. Ортаңғыны 8-ге шейін салыстырамыз. Артқыны 9-ға шейін салыстырамыз. Артқы жағынан аускультация жасаған кезде жауырын үсті ойықтарына, жауырын үсті пациент өзін жақсылап құшақтау керек, өйткені жауырын аралақтары ашылу үшін. Жауырын үсті ойықтар тыңдаймыз. Жауырын ортасын тыңдаймыз. Жауырын, яғни аралықтарын тыңдаймыз. Жауырын ұшын тыңдаймыз. Екі жақтан бірде салыстырып. Жақсы. Өкпені тыңдаған кезде визикулярлы тыныс өкпенің барлық бөліктерінен естіледі. Яғни алдыңғы жағын тыңдаған кезде үшінші қабырғаға дейін салыстыра отырып тыңдаймыз, ары қарай салыстыра алмаймыз, өйткені алдыңғы жағында сол жақта жүрек жатыр. Сосын қолтық асты сызықтар бойынша салыстырдық және жауырын үсті ортасы астынан тыңдадық. Осы өкпені тыңдаған кезде қалыпты жағдайда негізгі тыныс алу жолдары және қосымша тыныс алу жолдарын естиміз. Негізгі тыныс алу жолдары пациенттің мұрын арқылы демалған кезде жақсы естіледі. Әрбір нүктені тыңдау кезінде 1-2-3 тыныс алу фазасында тыңдаймыз. Ал патология қосымша тыныс алу жолдары, олар сырыл, сықыр, плевран, нюкель жолы, яғни патологияда кездесетін қосымша тыныс алу жолдары, ол кезде біз пациентті ауыз арқылы демалуын сұраймыз. Кейбір жағдайда, яғни салыстыру қажет болып тұрса, сырыл мен сықырды ол кезде жөтелуінде сұрап жатамыз. Осы кезде визикуляр тыныс өкпенің төл бөлігінде жақсы естіледі сау адамда. Ал патологияда ол әлсіреуі және күшеюі болады.